Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде бешбармақ немесе ет аухат. Бұл тағамды әр өңірде әр қалай айтады, ал оңтүстікте бешбармақ деп айтады. Енді етімізді жақсылап жуып ыдысымызға саламыз. Салынған еттің үстіне су құйып, оны астын қатты жағып отқа қоямыз. Яғни салынған ет мөлшері өзіміздің отбасымызға немесе күтетін келетін қонағымызға байланысты салынады. Бетін жауып, 1 сағат көлемінде етіміз қайнайды. Қайнаған кезде осылай бетіне көбіктер пайда болады. Сол көбіктерді әркім өзінің ыңғайына қарай осындай затпен алса болады. Яғни бетіндегі көбіктің барлығын алып тастаймыз. Бетіндегі көбіктің барлығы алынғаннан кейін әркім өз қалауы бойынша картоп немесе сәбіз салуға болады. Бізге осылай картоп сәбіз салып жеген ұнайды. Етіміз бен картоп сәбіміз 2-3 сағаттың көлемінде дайын пісіп шығады. Енді осы етімізді бөлек арнайы ыдысқа сүзіп аламыз. Осы екі ортада қамырымызды илеп аламыз. Яғни қамырды илеу әдісі қамырды қатты илеуге де болмайды, жұмсақ болады. Сондықтан сол уақытта қамырымыздың июі қанып әдемі болып тұрады. тұздықты дайындауға кірісеміз. Осылай пиязды қағып турап, жаңағы сорпаның бетіндегі майды пияз қосылып, яғни пиязбен майды араластырамыз. Осылай сүзгіштен өткізіп аламыз. Бетінде керек емес заттарды сүзгіш өзіне ұстап қалады. Сосын қамырымызды жаямыз. Орташа қалыңдықта, қатты жұқа болмауы керек. Осындай жұқалықта қамырды жайып аламыз да, осындай бөліктерге бөлеміз. Бөлінген қамырды қайнап тұрған сорпаның бетіне салатын боламыз. Ал сорпамыз біздің қайнағанша алдын ала пісірілген ет, картоп, сәбіз қазыны осылай турап дайындап қоямыз. Қамырды қайнап тұрған суға, яғни жаңағы сорпамызға салып, бетін жауамыз. Бетін жауып болғаннан кейін қамыр өзі көпіріп, бетіне көпіршіктері шығып пісіп шығады. Осылай қамырымыз осылай әдемі қылып сүзіп алып, ыдысымызға саламыз. Салғаннан кейін қамырды 1-2 сілкіп жүрсеңіз керемет болып шығады. Осылай дайын болған қамырдың үстіне тұздығымызды құйып, жаңағы туралған етті, картопты, сәбізді салып ұсына аламыз. Ал ас болсын.